Жігіттер, үйлеңдері. Артымыз жалғап әйтеуір үйленіп 30-ға келіп жатырсыңдар барлығын. Баяғыдан айтатын ғой мен үйленіңдер деп. Ой, сен омар қаямсың қарамыздағы. Оғырым, үйлеңдер, құй ақ қойыңдар, тағына салқында зор кететін егіше. Жігіттер, ал. Ау, Жәсіктің үйі осы ма? Иә, мен ғой. Бергеш. Ассалаумағалейкум. Аға, уайымдамаңыздар, мен өз еркіммен келдім. Енді бір ауыз ескертіп кетпейсің ба? Ескерткенде не өзгереді? Жұрттың қыздары ұқсап ұзатып шығаратын ең. Ертең жұрттың бәрі күлмей ма? Бір қыздарын ұзата алмапты деп, алып қашып кетті деп. Аға, бәрі жақсы. Осылай болу керек болды. Жақсы көресің бе өзі оны? Иә, жақсы көрем. Көзіме қарап айт. Ертең жылап келіп тұрма. Болмай қалды, тұра алмай қалдым, анау, мынау деп. Анамыз әдейі жіберіп отыр мен, өз еркімен барып па біліп қайт деп. Аға, бәрі жақсы. Мен ол жігітті 3 жылдан бері танимын. Бірге жұмыс істейміз. Сол үшін уайымдамаңыздар. Жарайды. Ертең өкініп жүрме. Бақытты болыңдар. Ренжімеңіздер. Құда бала, сәл кіде тұр қазір. Не болды? Іштен қойды, бәрі жақсы болады деп. Жақсы удар алдың ба? Бар, қайнағың шақыр шайға. Ау, мам. Балам, не істеп жатсың? Ұйықтап алдым. Алтынай ше? Ұйықтап алдым да. Ай, отырмай ма? Білмеймін, қазір сұрақ көрші. Алтынай. Дұрыс өтесіз. Не істейін? Кішкене жата тұрайыншы. Кішкене жата тұрайын деген ше. Курортта жатқан жоқсың ғой, тұрсай бұл. Ұйықтап қаппыз ғой. Нәскем қайда менің? Есің дұрыс ба? Адам деген бірінші орамал іздейді, нәски емес. Мен өзім үйімде деп ойлап қаптынша. Боянайын ба? Боянайын ба? Ата-енең алдына азанымен боянып шығасың ба сен? Қоғада келсің сен? Білмеймін, ұнамай қалам ба деп ойлағам ғой. Сен боянып емес, тірлігіңмен ұнайсың ғой мен әке-шешеме. Давай, болса етесіз, реттелді тез шық мен кеттім. Қайда? Қайда деген сен шығам да? Қазір күте тұрш, бірге шығамыз. Неменеге? Қорқып, ұялып тұрмын мен. Бош дейсіз. Бұл кейінші дейсіз. Той, бір ай болды асығыс кезде қырсығып. Не істеймен да? Саламатсыз қарындас. Не алып бұзылып қалдыңыз ба? Мен емес бұзылған, машина бұзылып қалды. Ойбай, сол машинаңыз бұзылып қалмайды атқам ғой. Өзіңіз бұзылғаннан құдай сақтасын. Қай жерге кетіп қалды, не алды? Білмеймін, что-то от алдырайын десем, от алмай жатыр. Асығыс едім, иә. Мен көрейін енді көмектесіп берейін, бір қолдан келіп жатса әйтеуір. Жарайды. Бұларға рөлде отырса болды да, ырбың етіп әйтеуір. Сіз точно жөнде аласыз ба? Жөнде алғанда әйтеуір клиптерде, ана киноларда жолдың жағасында бір қыздың машинасы бұзылып тұрса, біреулерге сразу жөндеп жатады ғой. Сол сияқты бірдеңе болып қала ма деп да, көреміз ғой. Жарайды, көріңізші. Ана просто плюс тимейді ма?
Сіз оталдырып көріңізші ке? А? Қазір. Бір оталып кетіп абырой болып қалса болғаны ғой енді. Бәсі. Негіз оталып тұрған машина ғой девушка, ә? Өзің танысқыңға бір мұңдап тұрсын да бұлай. Ля, аға. Рахмет. Қалай оталдырдыңыз? Девушка, әңгіме болып ма бұндай машиналар? Талайын оталдырам ғой. Папаның вулканизациясы бар да. Баяғыдан үйренген ғой. Шағам ғой. Қазір корейский машинада жүрмін. Күшті. Мә, енді алғысын қалай білдірсем екен сізге? Қалай болса солай білдірсеңші. Шыныңыз, мен сіз бір күшті жерге апарайын. Тамақтар суперский. Жоқ, тамаққа баратындай емес, просто әйтеуір көмек болсын дедім. Жоқ, сіз ол жерге барып көрмегенсіз негізі ше? Тамақ жеп жүріп қой біраз жерден. Ол жердікі ерекше. Жүрсеңізші. Қыздар осындай славик жерден бірден ұстайсыңдар да. Мына жау жіберейін онда. Аха. Жүріңіз, кеттік. Как раз обедке зор болды ғой ол. Айналайын қарындасым. Қат қақап қойыпсың, ә? Келін, ұйқың қанды ма? Жирағат шаршап қапты ғой, зорға ояттық қой. Мен болымды тұрым. Амин Аллах. Мам, мен кіркемдерді жуа берейін, ә? Иә, жуа бер. Мама, не үшін тиісіп жатсың ғой? Ойбай, кімге тиісіп жатырым? Алтынайға тиісіп жатсың ғой? Енді жаймен де үйренеді ғой. Ақыл ғой. Сен маған ақыл айтпай ақ қой, ә? Үйленгенің кеше ғана ғой. Неменеге әйелдің сөзін сөйлеп жатсың? Қойыңызшы, мама, енді сөйлеп жатқан жоқпын, просто енді жаймен де үйренеді ғой деп жатырмын да. Өлә, сен сонда әйелің жаққа сатылып кеттің бе? Қойыңызшы, сатылған несі? Қызғанып жатса деймін мен, ә? Кімді? Мені? Кетшейін, меңді ашпай, бар жұмысыңа бар, қызғанған несі? Қойыңызшы, қызғанып жатсыз ғой. Бар, меңді ашпай, бір жұмысыңа бар, кетші бар. Қарасы өзінше, маған ақыл айтып отқанын қарап, жетісқапсың. Баршы! Кеттім мен, мам. Ана, кешке таман құдаларды күтеміз ғой, білесің бе? Иә, білемін. Кешіп қалма, уақытымен кел. Жақсы. Маған ақыл айтады ғой жейді. Ойбай. Шынымен күш жереген, ә? Тамақтан іші де әдем екен. Айттым ғой сізге. Рахмет, күштеген. Ас болсын. Иә, немен айналысасыз? Қай жерде жұмыс жасайсыз? Немен айналысқанда? Бизнес қосол бізгі? Жеке бизнес қандай? Өзіміз. Қандай бизнес? Қандай болғандай? Мал ғой. Мал шаруашылығы деген бизнесте сондай. Азғантай ғана бір 1000 шақты қойым бар, 200 шақты жылқым бар. Пока что ғой енді айтады, кішігірім. Әдемі ғой. Иә, шүкір. Өзіңіз немен айналысасыз? Менде сол, тоже кішігірім бизнес. Салондар бар, иә. Салон? Андай әсемдік салонда, иә? Иә, әсемдік салон. Күшті ғой, жақсы ғой. Сізден бір нәрсе сұрайыншы. Аха. Сізге осы қандай қыздар ұнайды? Қандай қыздар дейсіз ба? Әдем қыздар ұнайды ғой енді. Фигурасы, мощный болса да. Бойы ұзын кете береді ғой сөйтіп. Өзіңізге ше, қандай жігіттер ұнайды? Маған да сол әдемі, жаңағыдай денесі бар, качок жігіттер болады ғой. Бой ұзын, сондай. Вкусымыз бір екен да, иә? Иә. Алыңыз, ас болсын. Келін? Келін? Ау, мам. Сізге бір жастап тұрып манты істеші, манты жейік. Негізі мен манты істей алмайым ше. Ойбой. Манты істей алмайсың ба? 5 бармақ ше. Оны да істей алмайым. Ойбай. Сонда не істей аласың? Жұмыртқа қуыралам. Жұмыртқаны мен баламда қуыралады ғой.
ойбай келін түсірдім қолым ұзарды ма десем, әй сен мені әбіріштейін деп тұрсың ғой. Қуыр онда жұмыртқаңды. жарайды. Күнде жұмыртқа жерсек не болды сонда? Атасының асқазаны ауырады. Не болды масқара ғой? Шешесі тым үйретпеген ба? Ой де. Пуэрто-Рико жаңа қаншқа бас кетеді. Япо! Не істеп жатсың? Шашлик? Жейсің ба шашлик? Көріп тұрсың, я бүйтіп сұрайды. Жұмыс істеп жатыр ғой. Япо, шашама. Тек алға. Тыныштық па сенің? Тыныштық болғанда не ғой? Енді мотивация мен бермесем, кім береді саған? Мен мотивация беріп жатырмын осыған. Жайдан жай емес қой, мотивация сен бір нәрсе сұрайын деп тұрсың, или бір жерге сұранайын деп тұрсың ғой. Япо, сұранғанда не ғой? Қыздармен бір жерге барып отырып қайтамыз деп. Бәсе, не бұл мотивация беріп қалып десем? Не отыр сол? Өткенде ғана айттым ғой. Группалас қызым тұрмысқа шайын деп жатыр деп. Соның девичный. Сен не қатысың бар, сен күйеуге тиіп қойғансың ғой. Ой, қатысым болғанда. Ят қой мен бармасам. Ол мен тойыма келді ғой. Ят іштеңесі жоқ, тойыңа келген қайтайын оны. Бір тиын берген жоқ. Ішіп жеп, қуып өздері мал болып кетіп қалды ғой. Ой, қойшы сен осындайда әйтеуір ақша санап қалады екенсің. Айна жылына бір шығамыз сонда ақысы. Сен айна жылынан күн сайын болып жатыр ғой, 2 күн сайын болып жатыр ғой. Қойшы, япо. Соған, япо, көйлек алуға 15-20 мыңдай, 20 мың. Өткенде көйлекші, өткенде ғана алдың ғой, жаңа. Өткенде киіп қойдым ғой мен оны. Бір жерге киіп қойдым, мен тағы киіп жатсам, не болды сонда? Не болады екен? Ана қыздар үстіне жыртып тастай ма? Или охрана кіргізбей қой ма кафеде? Сен өткенде көйлекпен келдің ғой. Кет. Япо, пожалуйста. Әйелдер сондаймыз ғой енді, қайтеміз енді. Миымыз жоқ десе, азанда бір көйлек, обедте бір көйлек, кешке бір көйлек, шай ішкенде бір көйлек, жатқанда бір көйлек. Көйлектен үй саласың ба, не істейсің? Сен бетсе, жаңадан көйлек аласың ғой. Этикеткісін шешіп па да соның. Сонымен отырысқа барып, күшті болып отырасың да, үйге келесің, ана үйдің жанына магазин ашып беремін, соны сатасың сөйтіп. Қойшы, япо. Одан да маған Каспийге жібере салшы. Мен магазинге бара берем көйлек алуға. Бар, көр. Көйлек көр. Сосын, ми болса, ми көр, свежий ми. Жақсы болса, ал, мен қанша теңге болса да жіберем саған. Немене өлі? Қатындардың бәрі осындай ма? Или мен басыма осындай бұйырып қалған ба? Ен, не істеп жатыр едім бе? Миды аштып жібереді ғой. Официант счет бола ма? Қоя беріңіз, өзім төлеймін ғой. Жоға. Мен сізді қонақ ретінде шақырдым ғой. Еще мен машинам жөндеп бердіңіз. Рахмет сізге наоборот. Ең жігіт басымен сізге төлетпіз қоймайын шығармын. Төлеймін өзім. Келе берсін. Рахмет. Бәрі жақсы ма? Дұрыс ғой, несі бар. Мен қазір бір 5 минут, Все, хорошо. Ойбай, тамақ, тәтті дегенге сонша заказ берген есі. Мен дымда жеген жоқпын, Алло, Жасик қалай жатай? Родной, дорогой. Жасик өтініш бір 10 мың теңге бере тұршы. Жарты сағатта қайтарып берем қаршы. Жоқ дейсің бе? Болды я, давай. Ары кетсе бір 3-4 мың болатын жар дедім ғой мен мұны. Сонша болып келдім. Дойсық қалай? Жақсы, дойсық тез бір 10 минутта қайтарып берем, 10 мың теңге тауып берші. Жоқ болып көдіңдерші, өмірден жоқ болып көдіңдерші бәрін. Жақсы ма? Бәрі жақсы болғанда, сол сәл жақсы болмай тұр да. Қош бүйтейік та. Неге? Жай ма? Бүгін мен қонақ бола тұрайын да. Түсінбедім. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, бүгін сізді қонақ қылайын деген. Жоқ, дұрыс.
ренжіп қаласың. Жоқ, а? Келесі жолда мен. Иә. Сорлы, ақшаң болмаса неменеге жыртылдың сонша. Мен. Звондады ма, Жексұрын? Звонады, 10 мың теңге сұраған. 10 мың теңге деп қойшы, 10 теңге де жоқ қойған береді. Қой, 10 теңге жоқ па? Сен натурый бейшара екенсің ғой. Қойшы бір сені бар құса бір. Құдайға шүкір 2-3 теңгем бар. Қазір оны көбейтіп алам. Көбейтіп алам, аппаратыңа салып, көбейтесің сол дағы. Ой, сорлы, қазір 21 ғасыр аппараттық заман, Ой, мазға. Аппарат емес, ақпараттық заман. Көрші, аппаратыңа салып көбейтем дегенше бар ғой, сен өліп қаласың ғой сен. Ой, не істеу керек? Мұрның қанап, шаршап жұмыс істеу керек ба? Бас істету керек, басты. Басың істемесе жүресің. Стройка істе. Сен құса басым істеп одан қадалып жүргеннен гөрі, басым істемей, стройкаде мұрнынан қанағып, адалынан ақша тауып жүрген жақсы негіз бар ғой. Қашаннан бері ми кіріп қалған саған? Маған ми кірген жар, сол саған бір өмір бойы ми кірмей кетем ма деп қорғам негіз. Қойшы, Омар қаян болмай. Осы сенің руың кім еді? Сиқым ғой, Олжас. Сиқым? Иә. Сиқым ішіндегі кім? Қосирақ. Қосирақ? Иә. Масқара, енді не болды? Не болды? Айттым ана мен жарым еске. Руын сұра деп. Кең болсын. Ойбай, айналайын, біз де сол рудамыз ғой. Масқара, ертеңіне ел жұрттың бәрі күлетін болды ғой. Не болды, мама? Ойбай, ертеңіне ел жұртқа қайтып қараймыз енді. Ойнап айттым, мам. Қосирақ емеспін. Сіргелімін. Шынымен айтып тұрсың ба? Иә, сіргелімін. Келін, шын айтып тұрсың ба? Иә, ойнап айттым. Қызық болсын деген ғой. Ойбай, сен бүйтіп ойнағаның бар болсын, а? Жүрегіңіз тарсылдап. Ойбай, жүрегіңіз шығып кете жазады ғой, масқара. Қорқып кеттім ғой. Су әперші. Жүрегім аузыма келді ғой. Ой, шынымен сен қоймай, масқара. Ерусыз. Өлдік қой деп ойладым ғой мен же. Кешіңіздеші, мама, мен қызық болсын деген ғой. Жаным-ау, келін-ау. Ойбай, сәл ғана қалдың ғой. Ата енеңнен айырып қаласың. Кәдімгі жүрегім тарсылдап кетті. Ой, сол адам асығып тұрған кезде қойып кетеді ғой өйстіп. Ішінде де жоқ. Кім бар ма? Адам. Сен ба теуіп атқан? Сіздің машинаңыз ба? Неменеге рұқсатсыз теуіп тұрсың машинамды? Рұқсатпен теуу керек па? Қаяқта жүрсіз? Дұрыстап қоймайсыз ба машинаңызды? Сен жұмысың қанша, мен өзім машинам қай жерге қоям, өзім білем. Вообще сіздің деніңіз сау ма? Сау? Сау болса адам деген кешірім сұрау керек қой. Сіздікі дұрыс емес қой мына жерде. Неменеге кешірім сұрайды екен? Бір кесе бір еркек па біреу келетін жер қазір бір сазайын берейін деп тұрмын. Ойбай, еркек болсам не істер едің ал? Не істер едің? Орныңызға қойып қояр едім да. Қоя алмайсың. Міне ғой осы бетпақ қой олар. Әйелдердің машина айдағаны осы да, қанды ішіп. Күйеуінің сатып берген правасымен біраз адам күйдіріп жүр да. Жұмысың болмасын, мен праваны қалай алам, жұмысың болмасын сенің. Болады. Мен сен қазір видеоға түсірем да быт-шытың шығарам. Шығарыңыз. Интернетке салып жіберем. Салыңыз. Көрсетем мен саған. Көрсетіңіз маған. Тәрбиесіз, оңбаған. Мына жігіт менің машинамды теуіп, тәрбиесіз. Салыңыз. Интернетке саласыз ба? Салам. Бәріне саңыз, ВК-ға саңыз, агентке саңыз, Майғұруға саңыз, поштаға саңыз. Оңбаған, ұятсыз. Анасындай адамға қалай болса анамнан кішкентайсыз. Ешек. Мынау да звондағыш болады ғой. Алло. Не істеп жатсың? Ойнап жатырмын. Не ойнап жатсың? Машина мен машина соғыстырып ойнап жатырмын. Не болды сонша ашуланып? Ештеңе болған жоқ. Не ғой, мама, бүгін ертерек келсін деп жатыр сені. Білесің ғой, үйдегілермен жолығатынымызды.
Ай, білем ғой, білем. Давай. Не болды сонша ашуланып, не көрінген? Осы жігіттер үйленіп алып әйелдеріне қалай болса солай отношение жасайды деп айтушы еді. Солай болып тұр ма не қазір? Жан, мына көйлек қалай? Ай, неме берем, ну, қап-қара. Жабыстырып киіп осыған. Қалай жабыстырып? Тұр ғана жабысып, денең болдық. Не істейін енді, ораны қалай ма, не істейін? Куртка киіп ал, курткамен барсай, модаға сол кез. Қумаш, Жан. Өзің сондай жабыстырып киетін қыздарға қарайсың да сен сол. Мен үйде әбіршіп, мені менсінбей. Мүмкін сен жұмысыңа сондай өңкей жабыстырып алып киетін әйелдерге келетін шығар саған? Қош, ой, барш, бара берші бір. Кеттім мен. Тоқта. Анау девичнигінде жігіттер бола ма? Қумаш, Жан өзі айтып тұр ғой, девичник деп тек қана қыздар келеді. Ат айтып тұр ғой. Байқай, андай майда башақ балдар кіріп кетіп жүрмесін тағы. Ондайлар болмайды. Сосын сағат 10-да үйде болатын бол. Қалай 10? 9 болып тұр ғой сағат уже. Ай, барш. Білмеймін, сол уақытта кел әйтеуір. Давай, кеттім мен. Осылай бармақшысың ба? Костюм шалбарыңды кисейші. Ой, не болыпты? Тойға бардық жоқпыз ғой? Құдалармен бірінші рет кездесуге бара жатырмыз. Ұят емес па? Сол тойда киеміз ғой костюмді. Ой, енді костюм шалбар кисең, құдамыз мықты жерде жұмыс істейді екен деп ойлап қалады ғой. Мен мықты жерде істемейді екен? Ой, қырсықпашы енді. Костюм шалбарыңды кисең, әдемі болып барасың. Әй, өзім білем не киетінді. Мен жыртық көйлек кисем де, жұрт ойбай, не деген красавчик деп айтады мен. Түй, бәледес. Ой, осы қартайсаң да самооценкаң түспейді сенің, ә? Не болып қартайып? Қайдасың? Болды, міне гүл алып шығып бара жатырмын. Босай тез, сені ғана күтіп отырмыз ғой. Ят болды ғой, бәріміз ол келіп алғанбыз уже. Болды, кеп қалдым ғой міне. Кеп қалдым, сәл күтіңдер. Міне. Не болып қалды? Зор болды ғой. Қазір көресің. Әдем болып кірем өзім. Давай. Рахмет, қарындас. Жеп отырыңыз. Рахмет. Қалайсыздар? Ай, не болды? Тыныштық. Күйеу балдарыңыз осы? Иә, осы. Бәрекелді. Жаңа анау бір қыз суға батып кеткен ғой, соны құтқарам деп. Үстім суық қалды да. Мүмкін балыққа барған шығарсың, е? Шомылуға бардым. Шомылуға? Иә. Шомылатындай уақыт емес қой қазір. Күн суық. Иә. Бар, үстіңді тазалап, дастарханға кел. Әй, ана гүлді әкете бересің ба? Ойбай. Мынау сізге бақытты болыңыз. Рахмет. Анау не болды? Құдай тас төбеңнен ұрды деген осы шығар енді. Еще үстің мынау мал ұқсап. Жәсік сен жолың болған күні аспаннан тас жауған шығар. Жәсік, таныс қой, бұл менің мамам. Біз уже таныспыз. Иә. Қашан? Біздің күйеу бала қандай тәрбиелі десеңші. Иә, тәрбиелі ғой. Айтқандай құдағи, өткенде хабаршылар жіберген кезде бәрін қайтар жіберіпсіз? Не менің қызымның іздеуі, сұрауы жоқ деп ойладыңыздар ма? Қайта сотқа бермегеніме Құдайға шүкір деңіздер. Енді айып етпеңіз. Мен де балам айтқанмын ғой, бәрін ақылдасып, келісіп істеңдер деп. Бұлар балалық жасапты. Мами өз еркіммен келдім. Негізі мама да Жасикте қайта-қайта айт деп, неге айтпадың деп сұрады. Сосын сізге айтуға ыңғайсыздандым. Сен аузыңды жауып отырсың қыз. Отырысқа кеттім деп күйеуге шығып кеткен несі ары қарай? Құдағи, бір ашуыңызды беріңіз енді. Боларыс болды. Алдарыңыздан өтейін деп келіп отқан жайымыз еді. Құдадан да кешірім сұрайын десек жоқ екен, құда. Құдаларыңыз жоқ.
қалай? Қалай болса солай. Кешіресіздер. Айтпапты ғой оларда, білмедік. Енді тойды қашанға белгілейін деп отырсыздар? Бұйыртса көпке ұзартпаймыз. Иә? Жақынарда. Иә, ұзап кетпесін. Ой, жоқ құдағи, ұзартпаймыз. Айтпақшы, қалың малды ақылдасқан шығарсыздар, иә? Мынау құдағи деген сайын қуып кетті ғой. Құдағи енді қызды баққан өзіңіз, сіздердің дегендеріңіз болады ғой енді. Әрине. Иә, Құдайға шүкір. Қызымды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, жалғыз өзім өсірдім, оқыттым. Қызым жоғарғы оқу орнын бітірген. Қызыл дипломы бар қызымның. Иә, сондықтан қызымның қалың малы 5 миллион. Қанша? 5 миллион теңге. Ап, бәрекелді. Зор болды ғой мынау. 5 миллион. Әлесімде сағынымы туыңай, құшақтата алмаймын өкінішке орай. Енді кештеңе де бұрынғыдай болмайды. Қайта қосылғаннан гөрі менің қазіргі жалғыздығым мұнай.